Абай Құнанбайұлы, сабырсыз, арсыз, еріншек. Сабырсыз, арсыз, еріншек. Көрсе қызар, жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін алтыбақан алауыз. Өзін күн дейді, жақынын жалған мін дейді. Ол арсыздық белгісі, ұятсынбай, ойланбай, қой дегенге тіл алмай. Іс қылмай ма ол кісі, бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертігеді шатады. Ұрлықпен мал табам деп, егесте ауыл шабам деп, сөйтіп Құдай атады, бұл меңдеше біреуге жоқ нәрсені шатады. Құтылам деп ісінен, бәрін көріп кісіден, шығынға әбден батады, бұл болмаса онысы, аударылып қонысы. Алыстан дәм татады, қызмет қылып мал таппай, ғылым оқып ой таппай, құр үйінде жатады. Ел қыдырып ас ішіп, еркек арын сатады, бала шаға ұрғашы үйде жалғап қатады. Еңбегі жоқ, еркесіп, бір шолақпен серкесіп, пысық деген ан шықты. Бүрсіз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, 100 құбылған салт шықты. Пысық күн деп сұрасаң, қалаға шапса демалмай, өтірік арыз көп берсе, көрген жерден ұялмай. Сыбырдан басқа сыры жоқ, шаруаға қыры жоқ. Шаруаға қыры жоқ, өтірік өсек мақтанға, ағып тұрса бейнесу, ат шапаннан кем көрмес. Біреу қойса атын қу, қол әпсісін те алмай, берекеге қас болса, желіктірген айтаққа арақ ішпей мас болса. Ел тыныш болса азады, ерік өле жазады. Үйде отырса салбырап, жүзге шықса албырап. Кісіне көрсе қалжыңдап, қалжыңдасып ыржаңдап. Өз үйінде қипаңдап, кісі үйінде күй тыңдап. Ақылы бар кісінді айбаттайды, тоқтайды. Ауқаты бар кісіні қайырсыз жақтайды. Малмен бақыттың дұшпаны, кешелді пысық көбейді. Күшік итке үріп жүр, кісен кемін жемейді. Қу тілменен құтылып, кетер бір күн отыртып. Қызмет қылған кісінің құртуға таяйды. Қылып жүрген өнері, әрекеті әрекет, өз оңбағын антұрған. Кімге берекет ойлайды, кімді ұял баяйды. Расы жоқ сөзінің, ырысы жоқ өзінің. Мүңкей жалған мақтанмен шынын бетін бояйды. Ол сөзінде жалған жоқ, айтылмай сөзін қалған жоқ. Абайлаңыз, байқаңыз.